Баршаңызға сәлем достар. Қазір мен сіздерге мен қалай 16.88-ден продавецтен скидка сұраймын, иә? Қазір мен көрсетемін сіздерге. Мысалы, мен мына жерде уже сатып алдым. Личный кабинетімізге өтейік. Мен мына затты сатып алдым. Мысалы, мен алдағы сабақтарыңызды менің алдыңғы сабақтарымды қарап жүрсеңіздер, мен сіздерге айтқам сабақта мынау окошко не үшін, қандай товарлар болады, бұл терезеге қандай товар барады. Мысалы, сіз бір зат сатып алғыңыз келеді, ол товарға сіз мысалы скидка алғыңыз келеді. Сонда мен сол заттарды мен осы бірінші окошкаға жіберемін. Не үшін? То есть қалай жіберемін? Мысалы, мен оплата жасап атқан кезде мені Alipay-ға түсіреді. Alipay-ға түсірген кезде мен автоматически қайтып артқа қарай шығып кетемін. Әрі қарай бармаймын. Сол кезде бұл мынау терезеге өтеді. Бұл не терезе? Бұл оплатаға дайын тұрған терезелер. Мысалы, мына ол осы жерде тұр. Мына жерде 21 сағат 39 минутта ішінде сіз осы затқа оплата жасау керексіз дейді. Мысалы, ойлайтын шығарсыздар, бұлай ол жаққа жібермей, мысалы, неге болмай ма деп, анау сразу товардың астында сұрауға деп болады. Но продавец сізге айтады, то что сіз бірінші там оплатаға барыңыз деп, оплата жасаңыз деп, төлеңіз деп. Өйткені продавец көрмейді сіз қандай зат алғыңыз келеді, қанша штука алғыңыз келеді, қандай түрінен алғыңыз келеді. Соны сіз продавец көрмей сізге скидка жасай алмайды. Даже мысалы жарайды скидка жасаймын дейді, но сіз мысалы ол сізге сіздің суммаңыздан скидканы алып тастау керек. Когда сіз жарайды деп оплатаға барған кезде сіз мысалы затты аласыз ғой, ол сізге скидка жасаймын дейді. Сіз барасыз затты сатып аласыз, сіздің затыңыз скидкасыз кетеді. Скидкасыз кетіп қалады. Олай болмас үшін сіз бірінші затыңызды мына окошкаға жіберу керексіз. Одан кейін барып сіз осы окошкадан продавецке жазасыз. Содан кейін барып продавец көреді сіздің затыңызды, сосын барып уже базадан сол затқа скидканы алып тастайды. То есть доставканы ақшасын кейде олар алып тастау мүмкін, доставкаға көбісі 16.88-де доставкаға ақша алады. Өйткені 16.88 оптовый сайт, олар доставкамен сөйтіп пайда көреді. Біз қалай істейміз? Мысалы, мен осы затты 20 штугын алдым, мен мына окошкаға жібердім. Сол окошкаға кіреміз. Мінекей мына штукты 20 штугын алдым. Енді продавецке қалай жазамыз? Үстінен басамыз. Мінекей мына жерде адамның басы тұр, смайлик тұр, смайликтің үстіне басамыз. Мені біз продавецке жаздық. Здравствуйте, сможете ли сделать мне скидку деп, мен постоянно осылай продавецтерден скидка сұраймын. Сосын барып продавец оқып, хорошо, сейчас посмотрю дейді. Мысалы, бартта басынғы менің бағам 556-та 50 юань болды. Сосын барып маған өзгертіп 516-та 50 қылып скидка жасап берді. 40 юань маған продавец скидка жасады. Оплатите деп тұр, мені өзгерді. Көріңіздер, 556 юаньнан 516 юань мен скидка жасап сұрап алдым. Сосын енді мен оплата жасаймын. Оплата жасау үшін мына қызылды басамыз. Сосын әрі қарай мына қызылды жасап Alipay-ға өтеміз. Сосын барып ары қарай Alipay-ға өткен кезде сіз әнже пароль сұрайды. Сол парольді басып, уже оплатаңызды жасайсыз. Осылай сіздерде заттарыңызға продавецпен сөйлесіп, скидка сұрауға болады. Келесі сабағымда сіздерге Alipay-мен оплата жасап, қалай бонус жинауға болады. Alipay-дағы бонустарымды көрсетемін сізге. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, келесі видеомды өткізіп алмаңыздар. Егер де менің видеом пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.